Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай көкөністерден ассорти банка жабуды үйрететін болам. Қысқа сақтаймыз, қыста атылмайды, өте дәмді болып шығады, өте оңай жасалынады. Видеоны соңына дейін көріп, сіздерде жауып көріңіздер. Алдымен біз огурцидың екі шетін алып тастаймыз да, осылай мұздай суда 1-2 сағатқа қалдырамыз. Бізге керек заттар: капуста, зонтик укроптың кептірілген түрі, және чеснок, ащы бұрыш, хрен жапырақтары, лавровый лист, ірі қара бұрыш, және де бізде помидордың майда түрлері қажет болады, немесе сопақ помидор қажет. Барлығын жуып тазалап аламыз. Банкаларды осылай мантаварка деп оңай тәсілмен 7-8 минут булап аламыз, және де қақпақтарын да 5 минуттай қайнатып аламыз. Ары қарай банкаларымызға бірінші кезекте хрен жапырағын орап саламыз, және 5-6 данадан чеснок, оның үстінен капуста, туралған капустамызды, қиярды саламыз, және де помидорларды салып шығамыз. Помидорды салған кезде қатты басудың қажеті жоқ, ол езіліп кетеді. Арасына осылай ашық жерлеріне капустадан, қиярдан салып, осылай зонтик укроптың кептірілген түрін саламыз. Міне сіздерге екінші банкаға да көрсетейін. Хрен жапырағын, оның үстінен чеснок, және де капустаны, огурцидді саламыз, помидорды саламыз. Помидор мен сопақ помидор таппадым, іздеп осылай майда помидор салуға тура келді. Достар, және әр банкаға бір ащы бұрыштан саламыз. Егер ұнатпасаңыздар, салмасаңыздар да болады. Осылай қолмен көрсеткендей етіп, ірі қара бұрыш және 3-4 данадан лавровый листі саламыз. Қайнап тұрған суды құйып аламыз. Әр банкаға қайнап тұрған суды құйғаннан кейін қақпақтарын жауып, тағы да осылай 20 минутқа қойып қоямыз. 20 минуттан кейін әр банкамыздың суын бөлек ыдысқа төгіп тастаймыз. Банкаға екінші қайтара жаңадан ыстық су қайнатамыз, немесе осы суды қайнатып қойсаңыздар да болады. Әр 2 литрлік банкаға қасықты толтырмай 2 ас қасықтан тұз, және де 1 ас қасық тола құмшекер қосамыз, және де жарты ас қасық уксус құямыз. Уксусты су құйғаннан кейін де құйсаңыздар болады. Мен бірден құйып жібердім. Ары қарай қайнап тұрған, қатты сақырлап қайнап тұрған суымызды банкаларымызға осылай құйып, қақпағын жауып, банка бұрағышпен бұрап, қақпағын жауып аламыз. Міне достар, банканы бұрағаннан кейін осылай тексеріңіздер. Егер су ағып тұрмаса, қақпағы бізде толық жабылды. Жауып алғаннан кейін осылай әрі-бері қозғаңыздар. Сонда арасындағы тұз бен шекерді ертетін боламыз. Міне достар, банкаларымыз осылай жауып болдық. Жылы жерге осылай пледпен немесе одеялмен орап қойыңыздар. Достар, біздің ассорти дайын болды. Егер сіздерге рецепт ұнаса, комментарий бөліміне қай қаладан қарап отырғаныңыз жаза кетіңіз, және өзіңіздің қалай жабатыныңыз жайлы да жаза кетсеңіз болады. Рецепт ұнаса менің парақшама тіркеліп алыңыз. Міне осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай түрлі салаттардың рецепті бар, менде түрлі тағамдардың рецепті бар. Қиярды осылай томат соктада жапқан рецепт бар. Міндетті түрде парақшама жазылып, тіркеліп алыңыздар. Подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.